Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге өзімнің телеграм каналыма шақырғалы отырмын. Менің телеграм каналыма өтсеңіз, көптеген осындай шаблондар бар, қолдануға болады. Неде осындай пайдалы телеграм канал бар. Шрифттарды әдемі етіп өзгертіп береді. Осындай видеолар бар, менің жасап жүрген. Сториске қолдануға болатын осындай видео бар. Мынандай надпись те бар. Сториске қоясыздар опрос ретінде. Егерде опросты көп қолдансаңыздар, инстаграм аккаунттарыңыз тез көтеріледі. Осындай стикерлер бар, апта күндеріне жасалған. Тағы да осындай планер бар. Бұларды да өзім жасадым. Жасау жолы өте оңай, алдағы уақытта көрсететін боламын. Осыны да салып сториске қолдансаңыздар болады. Осындай стикерлердің түрлері бар. Бұл жерде ашылмайды, когда неге қоясыздар статусқа, сол кезде көрінеді. Мынандай стикерлерді осылай видеоларға қосаңыздар болады. Тағы да осындай видеолар бар. Мінекей осындай планерлер бар. Осындай етіп өздеріңіз жасап алсаңыздар да болады. Мынандай апта күндері жазылған, тілектерімен жазылған надпистер бар, стикерлер. Оларды суретке, фотоға, жаңағыдай видеоға осылай қолдансаңыздар болады. Тоже сториске салғанға күшті визуал көрсетеді. Осындай өлеңдер бар, қолдануға болатын. Мына біреу банбанерканың шаблондары бар. Екі түрлі шаблон жасадым. Доброе утро деген көптеген фотолар бар. Саған қайырлы түн, good morning надпистермен дайын. Адамда сторис істеп әуре болмайсыз. Таңертең тұрасыз, осыны қоя саласыз. Осындай күшті тоже стикерлер бар. Осындай көптеген пайдалы суреттер, фотолар бар, визуал бар. Осындай визуал, розовый цвет визуал қолданып, өзіңіздің инстаграм парақшаңызды дамытсаңыз болады. Осындай рамкалар бар. Пригласительный банбанерка жасаған уақытта қолданасыздар. Дайын түрлері де бар. Осылай қыздар, менің телеграм каналыма тіркеліңіз. Осындай стикерлер бар. Өте пайдалы телеграм канал. Күнделікті қажетті видео, стикері салып отырамын. Осындай апта күндері жазылған. Доброе утро, осындай стикерлер бар, апта күндері жазылған. Мынандай стикерлер бар, напоминалка ретінде қолдансаңыздар болады. Осындай дайын готовый шаблондар бар. Тағы да осындай шаблондар бар. Мына бір тұрған заттар, бұны біз глиттер деп айтаймыз. Пиксартта мәтіннің түсін өзгерту үшін текстураға барып, осындай глиттерді қолдансаңыз болады. Осындай фондар бар, однотонный. Мына осындай шаблондар бар. Осындай надпистер бар. Қысқаша айтқанда, менің телеграм каналыма тіркеліңіз. Өзіңізге скачать етіп, соткаңызға сақтап алып, шексіз пайдалана бересіз.